Тәңір дінінде жаназа шығарылып, Құран түсіріледі. Тәңір дінінде барлық рәсімдер жасалып, мәйіт жерлеуге дайын болғанда, жаназа шығарылып, Құран түсіріледі. Жаназа Тәңір дінінің ұлы түсінігі, қазақ сөзі. Жаназа өшкен от, біткен дем, семген денеге сөзбен берілетін аза. Жаназа исламда ас-салаят, христиандарда упокой души. Жаназа Тәңір дінінде қазақша Құран түсіріліп, мәйіт шығарылады. Айналамызды қоршаған елдердің діндеріндегі мәйітті рәсімдеу жөніне қарасақ, әрқайсының жерлеу рәсімі әртүрлі. Отқа өртеу, адам аяғы баспайтын жерге тастап кету, жер қойнына беріп, содан соң белгілі уақыттан кейін сүйегін алып өртеп жіберу, денені өртеп күлін суға ағызу, мәйітті бұршалап, содан соң оны тасқараға азық етіп беру, тағы сол сияқты заңдылықтарға негізделген. Тәңір дінінің жерлеу рәсімі жайлы ақиқатқа келсек, қазақ баласы ешқашан еш уақытта асығыс шешім қабылдап ой айтпаған. Сондықтан көнеден тартып бүгінгі жеткен. Аруақ риза болмай, тірі тыным таппайды деген сөздің өзі адамды сабырға келтіріп, өмірден озған адамның мәйітіне қарай құрмет немесе құрмет көрсетілмеуі керектігі жайлы нақты шешім қабылдауға итермелейді. Иә, қазақ ұлты да Құдайды іздеген, Тәңір атты діні болған. Оның қағидалары мен ұстандары кереметтей заңдылықтардан тұрған. Жерлеу рәсімдері адамды терең ойға қалдыратындай ретпен өткен. Басқа халықтардың жерлеу рәсімдеріне қарасаң, олар өздерінің көне заманда қалыптасқан салттары мен дәстүрлерін еш өзгертпестен бүгінгі күнге дейін жеткізіп, діни дүниетанымдары жүйеленген халықтар екендігін анықтап отыр. Қараңыз, оқып шығыңыз. Индуизм. Индустар өздерінің көнеден келген салты адамның мәйітін отқа беріп, күлін суға ағызу дәстүрін күні бүгінге дейін орындауда. Дұрыс емес деп айтып көр, талқаныңды шығарсын. Синто. Жапондар өздерінің көнеден келген салты бойынша адамның мәйітін о дүниеге жіберу амалын күні бүгінге дейін орындауда. Дұрыс емес деп айтып көр, айта алмайсың. Зороастризм. Парсылар өздерінің көнеден келген салты бойынша адамның мәйітін қара құзғынға жем етіп беру дәстүрін күні бүгінге дейін орындап, құстар етін жеп, сүйегін қалдырса екен деп армандап отыр. Бұларың дұрыс емес деп айтып көр, маңдайынан шертіп, көзіңнен от шығарсын. Осы жерде айта кететін бір ауыз сөз. Маған бірнеше азамат авестизмді қазаққа тұқпалап қана қоймай, осы дінге қазақтың кіруіне қалай қарайсыз деп сауал қойды. Қысқа жауабым былай болды. Авестизмде өлген адамның мәйіті құсқа тасталады. Егер қазақ мәйітін құзғындарға тастап, етінің толығымен желініп, сүйегінің тазаланып қалуын бар ынтасымен күтетін жағдайға дайын болса, қабылдауға болады дедім. Ой, құрып қалсын, болмайтын іс екен ғой, деді де үнсіз қалды. Ламаизм. Тибеттіктер өздерінің көнеден келген салты бойынша адамның мәйітін өз қолдарымен сойып, бөлшектеп, қара құзғынға жем етіп беру дәстүрін күні бүгінге дейін орындауда. Бұларың дұрыс емес деп айтып көр, жайдақ атқа теріс мінгізіп, айдалаға айдап жіберсін. Ислам. Арабтар өздерінің джахри дәуірінен кейін келген салтын бері ұстап, өлген адамның көзі тірісінде оқыған ас-салаяты мен Аллахтың алдында тұрып, нағыз муслимен болуы үшін мәйітін қазақтар секілді 3 күн күткізбей, салаят пен салаяттың арасында тез жерлеп жіберу дәстүрін күні бүгінге дейін орындауда. Бұларың дұрыс емес деп айтып көр, бақи дүние мен фани дүниедегі ең кәпір халық атандырып, жаһанамның отына парапар отпен ұрасын. Иудаизм. Еврейлер өздерінің көнеден келген салтын берік ұстап, отпеваниясын жасап, табытына орап жерлеу дәстүрін күні бүгінге дейін орындауда.
бұларың дұрыс емес деп айтып көр, еврейлерді айлалы бұғауына түсіп, тентіреп қаларсың. Тоқтар Бейсенбинов «Ақиқат» кітабы 278-280 беттер.